Сәлем, өзіңнің 3D әлеміңді құрғың келеді ме? Ойындар мен кинолар, 3D анимация мен мультфильмдер. Ендеше Blender программасына қош келдің. Blender тегін әрі танымал программа. 3D модельдеу, анимация, скульптинг, спецэффекттер мен тіпті 2D анимация жасауға болады. Бұл видеода біз Blenderдің алғашқы қадамдарын жасайтын боламыз, және де аз уақыт ішінде маңызды құралдармен танысатын боламыз. Ал ендеше жайғасып отырып өзіміздің видеомызды бастайық. Айта кетерлік жөн, Blender'да біз blender.org ресми сайтынан тартамыз, немесе Steam'нен тартсақ болады. Steam'нің бір ерекшелігі ол жерде біздің қанша сағат Blender'де отырғанымызды көрсетеді. Ал ендеше видеомызға кеттік. Ең алдымен сразу настройкадан бастайық. Edit, Preferences, System, және бұл жерде егерде видеокарта болса CUDA немесе OptiX қоямыз. Егерде ештеңе болмаса өткізіп жіберетін боламыз. Келесі интерфейс, астына түсеміз. Тілден бізде егер ағылшын тілін түсетін болсақ тұра берсін. Ал егер түсінбейтін болсақ, бұл жерде бізде орыс тілін таңдаймыз және де интерфейсті өшіріп тастаймыз. Сол кезде бізде барлығы ағылшын тілінде, бірақ подсказкалар орыс тілінде болатын болады. Дәл осылай. Ал егер рабочий столымызбен танысатын болсақ, бізде үлкен экран, бұл біздің рабочий столымыз. Ал үстіндегі бізде белгілі бір көмекші жасайтын тағы да басқа рабочий столдар. Ол жерде скульптинг, анимация, текстура, тіпті монтаждауға да болады, тағы да басқа. Blender бізде универсальный программа, сол үшін әртүрлі функциялар бар ол жерде. Біздің оң жағымызда біздің модификация, рендер, камераның настройкасы, тағы да басқа заттар тұр. Ал астымызда бізде таймлайн, бұл бізде анимациялық шкала. Оны біз келесі видеоларда көретін боламыз. Алғашқы видеода ештеңе түсініксіз, сол үшін тек простой нәрседен бастайтын боламыз. Ең алдымен біз экран жылжыту. Экран жылжыту үшін бізде Shift кнопкасы және де колесоны басып тұрып экранды қимылдататын боламыз. Ал егер айналу үшін бір точканы колесоны басып тұрып айналамыз. Немесе мына жерде байқасақ, осы жердегі нені басып тұрып айналсақ та болады. Және де алыстау жақындау бізде колесо. Ал егерде байқасақ, Z-ті бассақ үстінен, X-ті бассақ сол жағынан, оң жағынан, тағы да басқа жерлерден қарайтын боламыз. Дәл қазір біздің рабочий столымызда свет, камера, куб тұр. Светпен және де Shift кнопкасын басып тұрып, екеуін бірге таңдап, камера мен светті өшіріп тастаймыз. Ол үшін бізде X кнопкасын басамыз және де Delete. Ал кубты қалдырамыз. Яғни қазір біз осымен ойнататын боламыз. Немесе кубты да өшіріп тастайық. Және де жаңадан объект создать етеміз. Қалай объект создать етсек болады? Ол үшін бізде Shift A кнопкасын басамыз горячий клавиштан, және де куб кнопкасын басып создать ететін боламыз. Және де біздің келесі инструменттермен танысатын болайық. Инструменттер бізде сол жағымызда тұр, үстіңгі. Ал дәл қазір бізде маңызды 3 құрал жабдықтар тұр. Бізде ең бірінші ол перемещение, яғни жылжыту. Оны таңдағаннан кейін бізде барлығы түсінікті. Домалақ арқылы немесе ось арқылы жылжытсақ болады. Өзіміз ойнатсақ түсініп аламыз. Дегенмен бізде горячий клавишпен жұмыс жасаған оңай. Сол үшін горячий клавиштарды қосып отыратын боламыз. Перемещение бізде бұл G кнопкасы, және де G кнопкасын арқылы қосып ойнатсақ болады. Ал егерде G кнопкасын және де Z осын басатын болсақ, яғни құр Z, G-дан кейін Z-ті басамыз, және де осылай ойналатын болады. Мышканы қалай қимылдатсақ та, немесе астына, немесе үстіне түсетін болады. Ал егерде осы кезде X кнопкасын басатын болсақ, тек X осында ғана айналатын болады. Яғни G, Y. Дәл осылай ось арқылы. Өте түсінікті. Немесе біздің келесі инструментіміз бұл бізде вращение. Немесе R кнопкасы. Вращение дәл сондай. Қызыл ось арқылы, яғни X осына, жасыл арқылы Y осына, Z арқылы высота осына, және де ақ арқылы свободно перемещение жасасақ болады. Бізде артқа қайту Ctrl-Z, алға қайту Ctrl-Shift-Z. Бұл бізде барлығына белгілі деп ойлаймын. Ал егерде біздің келесі горячий клавишпен танысатын болсақ, бізде вращение бұл R арқылы вращение жасасақ болады. Егерде құр R арқылы біз свободно вращение жасаймыз, ал R басып тұрып, белгілі бір осьті басатын болсақ, бізде ось Z, Y, X. X осын басатын болсақ, қызыл арқылы, және де R-ді басып Y осын басатын болсақ, Y ось арқылы жылжытатын болады. Барлығы бізде түсінікті.
Буну өзүбүз шукулап үйрөнүп алатын болобуз. Бардыгы практика жүзүндө үйрөнүлөдү. Келесі біздің инструментimiz бұл масштабирование, яғни үлкейту, кеңейту. Бұл жерде дәл сондай функциялар барлығы бірдей. Свободно үлкейту, кішірейту. Ал оның горячий клавишы бізде S кнопкасы. Свободно қимылдатамыз, немесе белгілі бір ось арқылы өсіретін боламыз. Особо қатты қиындығы жоқ. Біздегі бүгінгі алғашқы видео ретінде белгілі бір 3 инструмент жетеді. Өйткені бір видеода бүкіл нәрсені үйрену мүмкін емес. Біздегі барлығы дәл қазіргі новичокқа, яғни жаңадан келген адамға бұл ешқандай түсініксіз. Ал осы 3 инструменттің өзі бізде жеткілікті деп ойлаймын. Келесі біздегі обучениялар келесі видеода, яғни практика жүзінде үйренетін боламыз. Сендермен болған мен Куб Дизайн, және де келесі кездескенше.